Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін әдеттегідей Гүлнұр сіздермен осындай өте керемет болып шығатын шоколадты банан десертінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осылай ыдысымызға дайындап алған 3 бананымызды осылай қабығынан ажыратып дайындап аламыз. Ендігі кезекте осылай қабығынан ажыратылған банандарымызды өз қалауларыңызша 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Маған 2 бөлікке бөлген ыңғайлы болғандықтан осылай дәл ортасынан 2 бөлікке бөліп дайындап алдым. Одан кейін бананымыздың астыңғы жағынан балмұздаққа арналған таяқшаларымызды осылай тығып, одан кейін жарты сағат уақытқа морозильникке жібереміз. Ендігі кезекте шоколадымызды дайындап алатын боламыз. Шоколадымызға майымызды құйып, оны қысқа толқынды пеште ертіп аламыз. Одан кейін осындай стаканымызға шоколадымызды құйып аламыз. Шоколадымыздың температурасы жылы болу керек. Ыстық болса, біздің банандарымыз былжырап езіліп кетеді. Сол себепті бөлме температурасындай болғаны дұрыс. Ендігі кезекте осылай дәл видеодағыдай бананымызды аунатып, осылай шоколадымызға батыра отырып, пергамент бумагамыздың үстіне осылай қойып шығамыз. Ендігі кезекте әсемдеу бойынша, өздеріңіз қалаған бойынша жасасаңыздар болады. Маған осындай ақ шоколадпен әсемдеген ұнады. Сол себепті осылай дәл видеодағыдай жасап әсемдеп шықтым. Достар, егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.